Сәлем, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге тез әрі дәмді дайындалатын осындай қатама нанды пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажет 2 кесе ұн, 1 қасық тұз, 3 қасықтай сұйық май және ыстық су. Ыстық суға илейміз. Бірінші қасықпен араластырып аламыз, ары қарай қолымызбен араластырып, жаңағыдай қамырды илеп аламыз. Қамыр жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болып иленуі қажет. Менен осыдан 6 штук қатаманнан шығады. 2 кесе ұннан илетін болсаңыздар, сіздерден де 6 штук шығады. Ары қарай қамыр кішкене дем алғанша начинкасын дайындап аламыз. Оған пияз, қарабұрыш, тұз салып араластырып қоямыз. Ал қамырды жайған кезде жұқа мөп-мөлдір етіп жайып аламыз. Және ішін сливочный май немесе пампушка, любой маймен ішін майлап аласыздар. Жайлау, сливочный берега деген сияқты майларды бола береді. Ары қарай жаңағындай самсанікі сияқты домалақ етіп ораймыз. Осылай орап, морозильникке где-то 5-10 минутқа салып қойсаңыздар болады. Сол кезде қамырларыңыз жыртылмай әдемі шығады. Қазір мен сіздерге біреуін былай тез-тез көрсетейін. Міне оралған қамырды жалпағынан осылай жайып аласыздар. Мен морозильникке салмадым, сондықтан қамырым кішкене кесіліп қалды. Ал сіздер морозильникке салып кішкене демалдырыңыздар. Екі бетін осындай қызарып, әдемі болғанша пісіріп аласыздар. Міне осылай достар, ас болсын. Дәмі енді керемет.